ораза кезінде боқтық, ғайбат, өсек өтірік, талас тартыс, ұрысу, төбелесу оразаны бұзама. Жалпы бұл амалдардың барлығы шариғат бойынша фиқх кітаптарда қағидаға сай ораза бұзбайды дейді. Бірақ бұл амалдарды істеген адамның сауабы кемиді дейді. Бәлкім қабыл болмай қалу да қаупі бар дейді. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, қаншалаған ораза ұстаушы бар дейді, олардың оразасынан таңнан кешке дейін шөлдегеннен қарнынан ашқандарынан басқа ештеңе жоқ дейді. Яғни Алла Тағала олардың таңнан кешке дейін ашып болып жүргеніне мұқтаж емес дейді. Басқа бір хадисте кім ораза кезінде жаман сөзден, надандық, жаман істерден тыйылмаса, Алла Тағала оны ішіп жегеніне мұқтаж емес дейді. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз айтады, кім ораза кезінде ғайбат айтса, өсек өтірік айтқан болса, біреуге зиян тигізген болса, оның оразасы ашылды дейді. Яғни оразасы бұзылды деген сөз, бұл жерде ғалымдарымыз оның сауабы кемиді дейді. Тіпті қабыл болмай қалу да қаупі бар дейді. Сол себептен біз ауыз ашар кезінде Алла Тағалаға дұға етеміз. Раббым, таңнан кешке дейін ұстаған оразаны қабыл ет, қатесі болса ғафу ет. Ертеңгі күнде бұдан да жақсы ораза ұстауға жәрдем бер деп Алладан жәрдем сұрауымыз керек. Және де ораза кезінде егер де сізбен біреу талас тартысатын болса, сонда мен оразамын деп айтып, онымен талас тартысуға кірмеңдер дейді пайғамбарымыз.